Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Міне уақытыңыз жетіп бастауға рұқсат етіңіздер. Менің атым Оралбек Наурызбаев. Осы крипто әлемінің энтузиастымын. 2012 жылдан бастап крипто энтузиастқа өте қатты көңіл бөліп жүрген кісімін. Содан кейін өте қатты мен көңіл бөліп жүрген бағытым бұл стартаптар. Неге стартап? Стартап деген өзі аталып тұр ғой енді. Ең алғашқы қадамын жасап осы рынокқа өзінің идеясымен, өзінің миссиясымен келген компаниялардың ең алғашқы толқынына ілесіп жүрген кісімін. сондықтан мына Деобанк вифай келген кезде мен енді бірден қабылдадым. Себебі енді бұл финанстық әлемде қазіргі финансовый экономический бағытта жаңағы жұмыс істеп отырған бұл банктер ғана ғой. Банктердің бірталайы бар. Мен өзім аяққа бір 2-3 жылда бірнеше банк келіп, анау біреу кіре алмай жатырмыз дейді. Қазір мен немене кірейін, менде немене тұр ғой деймін. Так, так. Кісілер кіре алмай жатыр екен, қазір мен көрейін. Принять все. Принять все. Енді кіргендер кірді, қалғандарды енді қайта кіргізе бермей қояйық онда. Так, не көрініп тұр ғой, иә? Сайт көрініп тұр ғой. Көрініп тұр. Оралбек мырза, анау біздің адамдар, шақырған адамдар кіре алмай жатырмыз деп жазып жатыр ғой. Мен кіргіздім, тағы да енді біраз көрейін қазір кіргізіп онда. Тағы біраз көрейін. Так, міне қазір зал ожидайында бір кісі отыр екен, қазір соны кіргізейін. Так, подключение выполнено, зал ожидания бір кісі. Кіргіздім енді барлығы. Зал ожидания енді бір кісі отыр екен қазір. Тағы бір көрейін. Кірді уже. Бітті, барлығы кірді. Так, кірді. Енді, так. Так, сайт көрінді, иә? Сіздер айтып отырсаңыз да жақсы болар еді, потому что мен білмеймін ғой сіздерге қалай көрініп тұрғанын. Жарық. Сайт көрініп тұр ғой, иә? Иә, көрініп тұр. Все болды. Бастадық енді. Сонымен мен жаңа өзім таныстырып өттім. Жаңағы мына осы мықты бір жаңағы ұсыныс келгенде мен ешқандай ойланбастан осы ұсынысты қабылдадым. Неге десеңіздер, өздеріңіз білесіздер, қазір банктер тоқырау кезіне келді. Неге өйтіп айтам? Себебі банк бізге не үшін керек? Біз ақшамызды сақтауымыз үшін керек, иә? Бірінші функциясы. Енді толыққанды ол сақталып жатыр дегенге мен нем бар, күмәнім бар. Неге десеңіздер, менің өмірімде қанша банк жабылып, қанша адамдар ақшасын жаңағы ала алмай қалды. Енді кейбіреулеріңізді тиген шығар бұндай нәрсе, кейбіреулеріңіз оны көрген де жоқсыздар, иә? Екінші нәрсе, бұл жерде біздің ақшамыз жаңағы өсе ме? Біз енді өсу жағына келгенде біз депозит жағын аламыз ғой. Депозит жағын алғанда, егер де біз нені алатын болсақ, долларовый счет немесе евровый счет алатын болсақ, ол жердегі проценті, мысалы мен өзімді тікелей қанағаттандырмайды. Бар жоқ 2-ақ% қанағаттандырмайды. Неге десеңіз, мына инфляция оны толыққанды жаңағы несіне жеткізбейді. Толыққанды шектеуіне жеткізбейді. То есть бізді қанағаттандырмайды. Вот екінші мәселе. Үшінші мәселе, енді бұл ақшаны жаңағы бір жерге жіберу, мысалы басқа елге трансграничный перевод дейміз ғой, басқа елдегі адамдарға жіберу өте қиын. Қиын болғанда уақыты көп кетеді біріншіден. Оның кейін екіншіден проценті комиссиясы өте көп.
10% мысалы ювестерин юэнин деген бар, корона деген жай аударатын недер бар, солардың банкингтер, олардың барлығындағы жай проценті көріп отырсыздар. Сондықтан осындай енді проблема дейік па, осы проблеманың бәрін шешу үшін мықты мықты қазір азаматтар, ол туралы жеке жеке түсіндіріп айтамын, мықты идеяны айтылды. Енді мен ойлаймын, бір жақсы бір анандай сөз бар ғой, ұсақ адамдар тек қана адамдар туралы айтады дейді. Орташа деңгейдегі адамдар, олар ана оқиғаны ғана айтады дейді. Ал енді жоғарғы буындағы ой өрісі кең адамдар, олар идея туралы ғана әңгіме айтады дейді. Сондықтан мен сіздерді осы идея туралы әңгімеге шақырғалы отырып, осы отырған адамдардың барлығы жоғарғы топтағы, жоғарғы ойдағы адамдар деп есептеймін. Егер де сіздер мені тыңдап отырсаңыздар, дәл солай болып шықты. Неге десеңіздер, адам не іздейді, соған жолығады дейді ғой. Бұл жерде мен сіздерге айтып отырғаным тек қана мынау информация. Мен өзімнің білетін информациямды сіздерге жеткізіп отырмын. Біз әрбір осындай презентацияда айтамыз, әркімдеріңіз осы айтылған информацияны ұғып, жүрек арқылы өткізіп, содан кейін тексеріп интернеттен, одан кейін барып жаңағы өздеріңіз шешім қабылдаңыздар. Егер де осында отырған адамдар жаңадан келген адамдар болса. Сондықтан ешқандай бір қимылға, сен бір жаңағы осындай қадамға сіздерді мен итеріп отырғам жоқ. Осы жерде дұрыс болыңыздар. Енді мен айттым ғой, жаңағы осы идеяны осы өмірге алып келген мына үш адам, мықты адамдар. Жалпы осы финанс әлемінде мынау танымал адамдар, ең бірінші Риф Коллинсті айтайық, сооснователь и председатель, то есть бұны осыны фундаментін қалаған адам. Содан кейін жаңағы осы менің айтайын деп отырған банкинг, немесе банк деп айтылады. Банк деген енді ескілеу уақытқа банкинг деп айтылады. Неге десеңіздер, қазір необанк банкингке ауысып кетті. Біздің жаңағы неміздің барлығы мына телефонда ғой. Ақшамыздың бәрі телефонда, то есть банктың бәрі телефонда. Бұрынғы үлкен банк, оның менеджерлері, окошкадар болған, соға барып обслуживаниеға ондай жоқ, барлығы осы телефонда. Сол жаңағы банкингтің или банктың жаңағы председателі Риф Коллинс болып табылады. Менің айтайын деп отырғаным, жаңағы банкымның аты, қазіргі аты D1 V5 деп айтылады, банктың аты. Риф Коллинс бұл кісіні мына криптовалютный әлемде барлығы біледі. Бұл стабилизационный коин дейді. Соны ойлап тапқан кісі, USDT-ні ойлап тапқан кісі, осы жаңағы Трезер деген компанияның несі болған, төрағасы болған. Мықты адам, ой өрісі жағынан да, жаңағы техника жағынан, технический мышление жағынан өте мықты адам осы. Бұл кісіні бәрі біледі. Сондықтан мен осы Риф Коллинс осы командада дегенде менің жаңағы шешім қабылдауым тез болды. Максим Сахаров негізгі идеяның жаңағы түбегейлі түбі осы кісіде. Осы кісі ойлап тапқан. Неге десең, өзінің жұмысы бойынша бұл кісі жаңағы жылжымайтын мүлік бойынша айналысатын кісі. Сонда көрген ақшаның жаңағы банктегі жұмысы, бір банктен екінші жаққа аудару қиын екенін барлығын түсінген. Содан кейін жаңағы ана криптовалютаның ішінде биткоиннің өзін жаңағы онымен жұмыс істеу өте қиын, бір-біріне ауысу қиын екенін көріп, содан кейін именно осы идеяны, осы жаңағы мықты ойларды алдыға қойып, осының шешімін таптырған осы кісі Максим Сахаров. Роман Росов деген бұл кісі тоже бұл танымал адам, именно финансовый структурада. Бұл кісі Вайс деген жаңағы аударатын, перевод жасайтын жаңағы компанияның егері, бірнеше приложениелер жасаған. Сол осы не бойынша, осы ауыстыру бойынша Роман Росов деген кісі өте танымал адам, именно финансовый бағытта. Енді бұл жаңағы Wi-Fi банкісі, D1 банкісі цифровой банк года болды. Мына өткен 25 жылда премия алды, 25 жылға. Бұл өте үлкен жаңағы көрсеткіш деп ойлаймын. Неге десем, бүкіл әлем, бүкіл финансовый әлем осы цифровой банк года болғанына жаңағы барлығы не болды. Как бы
куә болды дейміз ба? Енді қазір енді банкты алатын болсақ, қызықты қараңыздар. Біздің жер шарымызда 9 миллиард адам болса, енді санақ бойынша, енді статистика бойынша, соның 1,5 миллиарды мына банктың услугасын пайдаланбайтын адамдар екен. Әртүрлі себептермен 1,5 миллиард. Бұлардың барлығы осы Wi-Fi Геобанктың клиенттері, болашақ клиенттері. Енді 4 миллиард адам осы банковский услуганың пользовательдері екен. Ол. Сондықтан осындай үлкен пробелдар бар немізде. Енді неліктен мына банкте өзгерістер әкелу керек деп ойлаймыз. Біріншіден, мына банк арқылы кәдімгі қарапайым адам бұл жерде үлкен бір неге ие бола алмайды екен, қаражатқа ие бола алмайды екен. Себебі бұл жерге салған ақшаң бір 5 минуттан кейін сенің ақшаң емес болып қалады. Ол банктың иелігіне өтеді. Ол бір. Екіншіден, әртүрлі бір заң бұзушылық болатын болса, қай жағынан болмасын, административный болсын, налоговый болсын, сонда сенің счеттарың барлығы жабылып қалады. Мен өзім бірнеше жыл счетым бұғатталып қалып, өте қиын немеде болғам, тығырықта болғам. Ну, осыны мен жақсы білемін. Енді банктың өзі криптовалютаға өте дұрыс қабақ танытпайды, себебі өздері біледі, ол өздерінің конкурент екенін біліп тұр. Сондықтан олар сондай жақтырмайды екен. Енді мына Wi-Fi-дің бізге беретін несі. Біріншіден, криптовалюта келгеннен кейін адамдар өздері де миындағы ойлау қабілеті өзгерді. Биткоин 2009 жылы келген кезде, 8 жылы келді, 8-де бірінші продажа болды. Сондағы бағасы бар жоғы 10 цент болған. Сол кезде алған адамдар қазір миллиардер ғой. Сол кезде, мысалы, актив қылып алғандар қазір миллиардер биткоинді алады. Но бірақ қазір биткоин 26 жыл болса да, қазір биткоин повсеместно барлығымызға барлығы пайдаланып жатқан жоқ. Вообще криптовалютаны пайдаланып жатқан жоқ. Неге? Себебі криптовалютаны қай жерден алуды, қай жерден сатуды, одан кейін оның мысалы биткоиннің өзін майнинг арқылы істелінеді ғой, добывать етіледі ғой. Оған оборудование керек бірінші. Екіншіден, оған обязательно бір арнаулы білім керек. Олардың барлығы жалпы адамдарға сондай тиімді емес, жетімді емес деп айтайын. Сондықтан осындай проблемаларды шешу үшін Сахаров осындай нені ойлап тапты, осындай идеяны ойлап тапты, идеяны іске кірістірді. Енді өздеріңіз білесіздер, қазір біздің основной рыноктағы біздің негізгі недеріміз, адамдарымыз, ол мысалы денежный перевод, айттым ғой, индустрия объемы 860 миллиард екен. Ал криптовалютный рынок, ол көріп отырсыздар, 180 миллиард, 140-тан 180 миллиардқа дейін сондай транзакция өтеді екен. Бір жылдағысы. Енді банковский сфера, международный операциялар 150-190 триллион екен. Біздің основной негізгі бағытталып отырған рыноктың недері, саладары. Ал енді жалпы айтып отырмын ғой, банктер неменеден байып отырады? Олар әртүрлі операциялардан комиссия түседі ғой. Мысалы, ақшаны салғаннан, ақшаны аударғаннан, депозитке салғаннан, кредит бергеннен, солардың барлығының комиссиясының барлығы қайда кетіп жатыр? Ол банкке кетіп жатыр ғой, банктың иесіне кетіп жатыр. Соның несі 3 триллион екен. 3 триллион. И 10-12% жыл сайын өсіп отырады екен. 3 триллион. Сондықтан біздің мына кіреміз деп отырған рыноктың несі, объемы осындай екен. Сондықтан қазіргі жағдайда осы міне
Мен сіздерге осы мына неге шақырып айтайын деп отырғаным, қазір Диобанк, Вифай іргесі қаланып, то есть ана фундаменті қаланып, уже енді іргетасы и төбесі жабылып жатқан үлкен бір экономикалық үй болып табылып отыр. Енді егер де былай тоқталатын болсақ, кішкене ұғынықты болу үшін айтып отырмын, мына жердегі алғашқы адамдар болса, ну как бы бірінші келген адамдар болса, мен айтайын деп отырғаным жаңағы осы Диобанк құрылды. Енді осыған қазір біздің айтып отырған неміз мақсатымыз осыған клиенттер керек. Енді банк болғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, клиент арқылы өзінің продукциясын нетеді, таратады. Қазіргі уақыттағы ең бірінші продукция ол ITO деп айтады, технический токен. Сол арқылы қазір облачный майнинг арқылы VeFi алынып жатыр. VeFi дегеніміз осы мына банкингтің өзінің нативный токені, өзінің токені деген сөз ғой. Оны тек қана облачный майнинг арқылы алуға болады. Майнинг тек қана ITO арқылы істелінеді екен. Жалпы мына өзінің токеннің несі көлемі шектеулі. 1 миллиард VeFi шығарылады екен. Енді ол майнингтің барлығы негіз контрольді болу үшін, қадағалау уақытында болу үшін жалпы 8 жыл майнинг етіледі деп нетілген, алгоритмі есептелген, программа заложена. Енді әрбір 2 жыл сайын халвинг болады. Мысалы, міне 24 жыл сентябрьда басталса, міне 26 жыл сентябрьда халвинг, бірінші 2 жылдық халвинг жабылады. Сонда получается секундына 8 VeFi бөлініп беріліп жатса облачный майнинг бойынша, онда қазір келесі 2 жылда уже 4 VeFi бөлінеді екен әрбір секундына. Сондықтан қазіргі уақытта сіздерге айтарым, менің сөзімнен ұғып отырған шығарсыздар, қалыс қалып қоймау керек. Әрбір нәрсені өзінің уақытында кірген дұрыс. Егер де қазір не естіп, жарайды 1-2 жылдан кейін көремін десеңіздер, үлгермей қалударыңыз мүмкін. Жалпы енді әрбір компания өздерінің алдына мақсат қояды ғой. Сол біздегі мақсат, бірінші мақсатымыз 10 миллиард USDT рыночный капитализацияға жету екен. Қазіргі уақытта 10 миллиард, дәл сондай 10 миллиард USDT жету қазір 20 компанияның арасында кіру екен. Қазір мен сіздерге именно криптовалютный аналитический биржаны көрсетемін. Сол жерде ұғасыздар қазіргі уақытымыз, біздің қазіріміз қай жерде екенімізді. 5 жылдан кейін дәл осындай компаниялар 200 компания болады екен. Біздікі соның ішінде 10-100 компанияның ішіне кірсек өте жақсы болар екен. Біздікі енді сондай, былай барлығын есептеп, математически былай есептеп келіп отырған мүддеміз ғой. Сонда егер де 10 миллиард рыночный капитализация болғанда 1 миллиард DeFi болса, 10 USDT-ға шықсақ, 10 USDT болса бір токеніміз, сонда 10 миллиард болады екен біздің капитализациямыз. Ол сондай план. Жалпы айтып отырмын ғой, жаңағы криптовалюта бұл өмірге келгеннен кейін жаңағы көп нәрселер шешілмей жатты. Неге десеңіздер, жаңағы пользователь, обычный адам, ол мына фиатын неге береді? Биржаға береді, Необанкқа, биржаға. Одан соң ол фиат биржа арқылы неден алынады, жерде USDT, UFUSD, бұл жаңағы евро, доллар, екеуінің біреуін қайсысын алам дейді, сол жаңағы мұнда келеді де комиссия қосылып қана барып пользовательге жетеді екен, фиатный. Комиссиямен ғана биржада. Сонда оның комиссия мына Необанкқа түсіп отырады екен. Ал енді қазіргі ұсынып отырғанымыз, мысалы, пользователь ешқандай биржаға бармайды, өзіміздің жаңағы мына неміз болса, өзінің кошелегің болса, или личный кабинетің болса, сол арқылы жаңағы фиатты өткізіп, и сразу криптовалюта алуға болады екен. Ешқандай неменесіз, комиссиясыз. Ол сондай деңгейге жетеміз. Сонда жаңағы VeFi немене бізге ұсынып отыр?
Біріншіден бізде продукцияның ең біріншісі, жаңа мен қайталап айтайын, ең бірінші продукция ITO-дан бастағанбыз. Сол ITO-мен бірге қазір бізде карта жұмыс істеп тұр. Карта платежный система Visa, MasterCard, осы екі платежный система арқылы, келісімшарт арқылы карта істеп тұр. Мына Wi-Fi картасы. Вот осы арқылы жаңағы ақшаны любой жерде не доллар USDT арқылы тұрады да любой жерде жаңағы сатып алуға немесе услуганы төлеуге болады. Немесе любой банкоматта оны не істеп алуға болады, жаңағы обналичить етіп алуға болады. Енді скоро бізде немене пайда болады, бірнеше продукциялар пайда болады. Ол жаңағы бізге кредит беріледі, бізде депозит пайда болады, ончейн счеттар пайда болады. То есть ончейн счеттың екі түрі болады. Біреуі жаңағы өзің салған ақшаңды любой кезде пайдалануға болатын. Содан кейін осы өзің істеген жұмысың бойынша жаңағы вознаграждение, доход алатындай счет болады. И үшінші жаңағы сақталатын счет болады, кредит. И, значит, бізде немене болады, обменный болады. То есть обмен өзіңіздің фиатный ақшаңызды любой криптовалютаға ауыстыра алатындай жағдай жасалынады. Енді уақытымыз аз қалды, кішкене қысқарта сөйлейін. Сонымен қазір не істеуге болады дейді. Біріншіден, сіздер әрине мына не информацияны тыңдағаннан кейін тексеріңіздер. Одан кейін жаңағы мына аккаунт создавать еткенге 1-ақ минут уақыт кетеді. Содан кейін карта істегенге, карта өзіңізді создавать еткенге 5-ақ минут уақыт кетеді. Содан кейін жаңағы мына жерде өзіңіздің ақшаңызды аллоцировать дейді, усиливать ету үшін тоже бір 3-ақ минут уақыт кетеді. Мен уақыт бойынша тез телінетінін айтып отырмын. И содан кейін уже ақшаңызды уже пайдалана бастайсыз. Тратить еткен сайын, әрбір ұстаған сайын сізге доход әкеле бастайды. Вот егер де қысқаша сөйлесек, солай доход әкеле бастайды. Енді мына жерде жаңағы нені стратегия дейді ғой, жолдың екі түрі бар. Біріншісі DeFi-ді алып, ешқандай фармингке қоймай, фармингтегі сақтау. Майнингке қоясыз да DeFi ала бастайсыз, содан кейін DeFi-ді уже шығарылу графигі болады, содан кейін шығады, оны сен уже пайдаланып, или сатып, или жаңағы сақтауға болады. Екінші түрі жаңағы фармингке дейді, 1 жылдан 5 жылға дейін жаңағы фарминг ете аласыз. Онда Wi-Fi түсе бастайды. Wi-Fi өзінің уақыты болып қалған вестинг, соң клеймға болады. Немесе сізге сертификат беріледі. И жаңағы дополнительный ITO беріледі екен. Егер де сіз жаңағы 5 жылға сақтасаңыз 10%, 15%, 20%, 30% ITO үстіне қосылып беріледі екен. Сонымен сіз егер де мына осы жаңағы Wi-Fi-дің экосистемасында болсаңыз, сізде бірнеше продукциялар болады. Өте көп продукциялар, осылардың барлығын біз сата бастаймыз. Продукцияның ең үлкені әрине кредит болады бізде. Залоговый, беззалоговый, Wi-Fi-ді залогқа қойып, проценті жоқ кредиттер болады. Содан кейін бізде әртүрлі сервистер болады. Сол сервистер арқылы біз жаңағы гостиницада, номер гостиницада немесе жаңағы самолетта олардың барлығын біз немене скидкамен ала аламыз. Содан кейін жаңағы путевкалар болады, оларды біз тегін ала аламыз. Сондықтан қазір сол жаңағыдай сіздерге әрбір нәрсенің дәмін білу үшін не істейді, саудада не істейді? Алдымен дәмін біледі ғой, иә? Дәмі тәтті ме, ашты ма, жақсы ма деген сияқты. Немесе киімді өлшеп біледі. Дәл сол сияқты мына жерде сіздерді тоже бұл нәрсенің не екенін жаңағы, одан кейін бұны қалай пайдаланады дегенге алдымен сіздерді сұрайтыным жаңағы изучать етіп алыңыздар, тексеріп алыңыздар, содан кейін тіркеліңіздер, одан кейін жаңағы осының барлық қызығын бірге көруге алла жазса бізге жазсын. Сонымен мен уже қысқартып отырып айттым. Қазір сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойыңыздар. Қалғанын егер де уақытымыз жетпей қалса, онда ана чат бар ғой, соған енді бір ссылка жіберемін. Егер де қаласаңыздар, онда тағы кіріңіздер, уже
тек қана сұрақ жауап ретінде жұмыс жасап көремін. Жарай ма? Так, мен запись тоқтатайын.